Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай атамыз бізге тамаша сөз қалдырған. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде тәрбиелейтін ол ұстаз. Бұл өмірде ешбір адам оның тәлім тәрбиесін алмай өту мүмкін емес. Бұл өмірде ешқашан ұмытылмайтын бір адам ол ұстаз. Бұл өмірде сен мейлі ғалым бол, ғұлама бол, бір адамның алдында бас иесің, ол ұстаз. Ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыруға үйрететін тағы да ұстаз. Ғалымда, шахтерда бас иетін ұстаздар қауымына қандай құрмет көрсетілсе де жарасары хақ. Бала тәрбиесіне бар ғұмырын арнайтын аяулы жандардың ерен еңбегі қоғамда өзінің лайықты бағасын алатын болады. Сіздер жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тәлім тәрбие, үлгі өнеге өлшеусіз. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жемісті күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтардың ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Осы алған білім нәрін балаға бүкіл қалған өмірінде азық болады. Біздің көзіміздің ашықтығы, жұмыс жасап жүргеніміз, басқа да жетістіктерге жетуіміз ұстаздарымыздың арқасында. Егер ұстаздарымыздың жылдар бойы бізді ерінбей, шаршамай, білім нәрімен сусындырған дәл бүгінгідей жетістіктерге жетуімізге екіталай болар еді. Бүгінде мектеп тәмамдағанымызға 13 жыл өтті. Бірақ әрқайсыларыңыз әрқашанда жадымызда мәңгілік тұрасыздар. Қазіргі таңда сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында КМФ микроқаржылық ұйымының бөлімше бастығы қызметін атқарып келемін. Мектеп табалдырығында аттатқызып, әр әріпті жаттатқызып, бұл өмірде керек болады, оқып алам дейтін осынау тамаша күнде номер 7 Шоқан Уәлиханов атындағы мектебінің ұжымына Бақытгүл Алексеевна, Ұлбала Жұмағұлқызы, Ғалия Бекдайырқызы, Нұрсәуле Хамитқызы, Рахила Нұрдәулетқызы, Ұлтуған Жұмабекқызы, Бақыт Қабышқызы, Салтанат Жанұзаққызы, Анар Бұтабайқызы, Баян Оспанбайқызы, барлық және де барлық білім берген ұстаздарымызға мың алғыс.